Kazakistan'a selam etiniz. Al. Gittim gelmeydi. Ana o samolyotga tushib ketasiz sizde. Ben Şamba. Жеңешеміз бен ағамыз ар жаққа кетіп қалдық қазір. Сол енді анамыз шығарып салуға келдік. Мені күтіп алғандағы ощущение мен шығарып салып отқандағы ощущение екеуі екі бөлек нәрсе болып тұр, короче. Ағам Балам тастап барадым, балам қимай кетіп барадым, амал жоқ кетіп барадым ше. Айтесің, өмір ғой бұны, өмір дейді. Жиза дейді, анашым. Мені күтіп алғандағы бір іштегі чувство мен мынандай чувство қалай болып тұр? Күтіп алғанда қуанышпен күтіп аласың да қазір енді айырылысып қалайын деп отырдық та, сол жаман болып тұр да маған. Келе жатқанда осы 8000 теңгені алып келгенмін ғой. Қалтамда жүре берсінші деп, енді сол мамаға беріп жіберіп жатырмын. 8000 теңге. Қазақстанский теңге. 8000 теңге. Өзінде бар ғой просто ақша, просто контентке олай әдемілеп түсіріп алайшы деген ғой, бір әдемілеп осы жерге кіріп тұр да бір темасы. Саған 8000 теңгені беріп жіберейін мамаға. Жол болсын деп, Қазақстанның теңгесімен қайтыңыз деп ше, өзінде болсын деген сияқты. Ағам мен жеңешем екеуі күшті. Жеңешем жаңадан түсті. Келін боп. Сонымен басына мама орамал жауып күшті. Заттардың бәрін оратқызып алдық. Ақшамды ауыстырып алайыншы. Кетті. Сау болыңыз. Анада приключение болып отыр. Үлгермей, короче. Ары-бері жүгіріп, быт-шыт болып отыр. Бірақ қызық. Ал, аман-есен жетіп алсын, анашым. Ой, жаным. Өз-өзім күтіп жүр. Болды, жыламаңыз, болды. Жыламаңыз болды. Жыламаңыз болды. Жақсы болды. Давай. Суыңызды алыңыз. Жаным, şimdi давай. Өз-өзіңе беріп қой. Қарап жүндер, сіздерге тапсырдым. Жолыңыз болсын. Камераға жылай ма дегенсің бе? Ішіңмен жылап жатсың ба? Үйге барып айнаның алдына жылайсың ба? Ешкім жоқ кезде ше? Ал, мама кетті ал. Сапар сәтті болсын, аман-есен елге жетсін. Рахмет сіздерге осы күнге дейін анаммен түсірген блогтарда қарап, комментарий жазып, жақсы комментариялар жаздыңыздар. Баршаларыңызға Алла разы болсын, рахмет. Анаң екеуінің түсірген влогтарын көбірек болсыншы деген жандар енді. Бұл шығарылымнан кейін анамыз екеуміз түсірілген влог болмайды Кореяда. Бірақ Қазақстанға барған екен міндетті түрде ары қарай түсіретін боламыз енді. Ағам мен жеңешеме рахмет, Алла разы болсын. Анамызды аман-есен шығарып салдық. Аман-есен жетеді. Иншалла. Ал енді қайттық. Енді багаждар өтетін шығар, е? Я қазір уже өтіп кетті уже болды. Ешқандай ұстап несемеді ғой да? Өтіп кетті. Аман-есен барсын. Күте тұрайық осы жерде. Иә, сол күте тұрайық. Собирайся, Абока ғой, короче. Жинал. Мама кетті енді. Өзің ғой, өзің. Жалғыз қалған жоқпын, шүкір, ағаларым бар, жеңгем бар, бауырларым бар. Просто енді күндік аздан кешкен жаныңда болғаннан кейін андай үйреніп қаласың да. Тем более 5 жыл көрмей келіп
4,5 ай бірге болдық та. Енді мама кетіп қалдық Қазақстанға. Енді түсініп жатқан жандар барынша өздеріңіз бағасын бересіздер. Көп рахмет. Каналға жазылып сөйлемей отырмын. Комментарияларыңызды қалдырып, ойларыңызды жазып, реакцияларыңызды қалдырыңыздар. Колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Каналға жазылып, каналды бақылап отырсаңыздар, бұдан да керемет бір шынайы эмоцияларды алатын боласыздар. Алла қаласа, иншалла. Ал баршаларыңызға сау саламат. Жақсылықта жүздескенше. Сөйлемей жатырмын. Қобалжығаннан.